Мен ол кезде басқа едім. Аңғал емес, бірақ сенгіш. Жүректе үміт көп, ал күдік әлсіз. Өмірім тыныш, кішкентай ғана. Дәмханада жұмыс істеймін. Таңертеңгі кофенің иісі, табақ сылдыры, күнделікті тұтынушылар бәрі үйреншікті. Бәрі қарапайым. Сол күндердің бірінде ол кірді. Рауан. Жай ғана адам емес, бөлмеге кіргенде ауаны ауыстыратын адамдар болады ғой. Солардың бірі. Суық көз, ұстамды мимика, тым сенімді жүріс. Қара кофе. Қантсыз. Даусы да бір түрлі еді, жұмсақ, бірақ бұйрық беретіндей. Сол күні маған ұзақ қарады. Әлде менің ойым солай қалды ма? Бір қараудан басталған, бірақ жоспар әлде қашан дайын тұрған ойын кейін түсіндім. Ол жиі келе бастады. Алғашында жай сәлем, сосын шағын диалог, артынан қызығушылық. Атың кім? Аружан. Әдемі, өз иесінің мінезіне ұқсайды. Сол жерде жүрегім жылиды. Бір сөз, мың эмоция. Мен әйелмін. Сезінем. Ол мені тыңдайтын сияқты. Мен сөйлей алатын адам табылды деп ойладым. Бірақ ол мені оқып отырды. Бұйралап емес, қылышпен тіліп оқығандай. Бір күні жұмыстан кейін ұстап қалды. Үйге дейін жеткізіп салам. Түн суық. Жалғыз жүрме. Мен алғашында бас тарттым. Ол жай ғана жымиды. Саған ештеңе міндеттемеймін. Қорықпа. Қорқыныш емес. Түсініксіз бір қауіпсіздік сезімі жүрекке жабысып алды. Сол түні біз көп сөйледік. Ол менің жоспарларымды, армандарымды, тіпті қорқыныштарымды да тыңдады. Ал өзі туралы? Тым аз. Мен сұрамадым да. Сенім деген сондай адамға сөз емес, атмосфера жеткілікті. Мен сендім. Ұялы телефонымды сұрады. Тек байланыс үшін деді. Бірақ ол сол сәтте менің әлеміме кірді. Кілтсіз, рұқсатсыз. Және мен қуандым. Сол уақыттан бастап бәрі өзгерді. Хабарламалар. Таңғы қалай ұйықтадың? Кешкі сағындым. Күні бойғы қазір немен айналысып отырсың? Алғашында тәтті. Сосын бақылау. Кейін тұсау. Достарға барайын десем. Олар саған керек емес. Сен маған жетесің. Анаммен сөйлессем. Саған жаман әсер етеді. Өзіме уақыт бөлгім келсе. Мен саған уақыт бөліп жүрмін, ал сен. Мен байқамай қалыппын. Көрмедім емес, көргім келмеді. Токсикалық махаббаттың ең қауіпті тұсы ол қатты жақсы сездіреді. Жаның ауырғанша жақсы. Бірде ол мені құшақтағанда құшақ емес. Қарғы сияқты болды. Сен меніксің. Әлемге саған орын жоқ. Әлемге ме, әлде өзіме? Дедім жай ғана. Ол үндемеді. Күлімдеді. Ал сол күлкінің артында не тұрғанын мен сол сәтте түсінбедім. Уақыт өтті. Мен жұмысымды, достарымды, өзімді жоғалтып бара жаттым. Ал оны кінәлай алмадым. Мен ғашық болдым. Немесе мен әдейі көзімді жұмдым. Бір күні айнаға қарадым. Танымай қалдым. Өзім емес. Әлсіз, үнсіз. Ал жүректің ішіндегі дауыс сыбырлады. Сені сүйген жоқ. Сені бақылап жатыр. Сол сәтте мен шешім қабылдадым. Кету емес. Жылау емес. Өзін қорғау емес. Ойынды қабылдау. Енді мен күтемін. Тыныш. Әлсіз болғандай. Бірақ әр сөзін, әр қадамын жазып аламын. Ол ойнай алады. Мен әлсіз емеспін. Мен дұрыс уақытты күтемін. Және сол уақыт жақындап келе жатты. Кей адамдар шынайы махаббатты іздемейді. Олар бақылауды іздейді. Сенбеу, тексеру, доминант болу. Оларға сезім емес, билік керек. Ал мен ондайлардың біріне ұрындым. Өмірме кіргенде сенімді, жылы, қамқор көрінді. Бірақ бәрі образ. Аңғал қызға ішке кіру үшін керек болған бетперде. Жай ғана менікі бол деген жоқ, ақырындап жұмсақ тұншықтырды. Бұл достарың сені пайдаланатын сияқты, мен сені ойлаймын. Сол үшін шектеймін, сен менсіз адасасың.
Өзім байқамай, әлемім оның айналасына түйіліп қалды. Бірақ ол ойламады мен байқай алмайтын ақымақпын деп. Барлығын көрдім. Әр манипуляциясын, әр қысып ұстап сөйлеуін, әр менсіз кімсің деген көзқарасын. Бұрын қашатын едім. Бұл жолы қалдым. Үйрену үшін, оның жүйесін толық түсіну үшін. Екі жол болды, жылап қашу немесе күліп отырып күйрету. Мен екіншісін таңдадым. Көлеңкем болдым. Жоғалғандай көріндім. Тыныштала бердім. Ол мені толық бақыладым деп ойлады. Сол кезде мен бастадым. Жеңіл қадамдар. Достарымды қайтардым, бірақ оған айтпадым. Курстарға жазылдым, бірақ оған айтпадым. Жаңа жұмыс таптым, бірақ оған айтпадым. Ол сен менсіз құлайсың деп сенген сайын мен биіктей бердім. Оның әлемі менің түрмем емес екенін түсіндім. Бір күні ол байқады. Телефонынан хабарламаларды көріп, сен кіммен жүрсің? Маған айтпайсың ба? Деп айқайлаған сәтте оның өңінен бәрін ұқтым, бақылауын жоғалтқан адамды. Сол кезде бірінші рет қорыққанын көрдім. Бірақ ол мен емес, билігінің кетуін жоғалтуға қорықты. Сен өзгердің, деді ол. Иә, өйткені мен есімді жиып келдім. Ол ашуланды. Үстелді тепті. Мен сені өзіме лайық қылдым, деді. Сол жерден күлкім келді. Мен ешқашан оған лайық болғым келмеген. Ол мен емес, билікті жақсы көрген. Сол кезде бірінші рет даусым қатты шықты. Сен ешкім емессің. Сен адамдарды сындырып қана мықтысың. Ал өзіңді көтере алмайсың. Оның көзі шарасынан шықты. Сол сәтте билігі толық құлады. Бір күннен кейін кеттім. Үнсіз, уәде, жылау, ұялу ештеңе болмады. Мен жай ғана жоқ болдым. Қазір ол жалғыз. Достары жоқ, сенімі жоқ, мен жоқ. Ал мен қайта тудым. Мен қайта жүре бастадым. Ол мені әлсіз қылып үйретемін деді. Бірақ мен тек күтуге үйрендім. Дұрыс уақытта. Осы ойыннан соң ғана бір шындықты түсіндім. Кей адамдарды жоюдың ең ауыр жолы, оларды ештеңесіз қалдыру емес. Оларды өз ойымен қалдыру. Қазір ол сол жерде. Өз басында. Өз күмәнімен. Өз бос дүниесінде. Ал мен әлсіз болған жоқпын. Мен дұрыс уақытты күттім. Құрбан болған жоқпын. Мен ойыншы болдым.